Әлемнің бар асылына тең нәзік жанды қазақ арулары сол әдемілікпен қоса батырлығы мен батылдығымен алысқа тараған. Тарихқа көз жүгіртсек, Томирис патшайымның ерлігі әлемге танылған. Өз заманының батырлары Гаухар батыр, Қабанбай мен Гаухардан туылған Назым батыр, Көктемір деп танылған Сапура сұлу, Кенесары ханның қарындасы, кеңесшісі болған Бопай батыр қыздарымыздың ерлігі ерең. Жаратылысы нәзік болса да, қайсарлық, көзсіз ерлік бойынан табылған Әлия мен Мәншүктің есімі бүгінде ел есінде. Бұл екеуі қазақ халқы үшін қашанда мәртебелі. Әлия Молдағұлова 1925 жылдың 15 маусымында Ақтөбе облысы Қобда ауданында дүниеге келген. 8 жасқа келгенде анасы қайтыс болады. Нағашысы Әубәкірдің үйінде өсіп есейеді. 1942 жылы өз еркімен майданға аттанып, мергендер мектебін үздік бітірді. Соған қарамастан оны біраз уақытқа дейін атыс шабыс алаңына жақындатпады. Бірақ батыр қыз 1944 жылы 14 қаңтарда Псков облысының Новосокольники ауданында қаза тапты. Бейбіт болашақты орнату үшін тәуекелге бел буған батыр қыздардың қатарында Мәншүк Мәметова да бар. Ол 1922 жылы Орал облысы Орда ауданында дүниеге келген. Ата-анасынан ерте айырылған ару қыз жастық шағын тәрк етті. Алматы медициналық институтында оқып жүрген кезінде соғыс басталды. Халқына төніп тұрған қауіпке жаны шыдамай, дамыл таппастан әскерге өзі сұранып барды. Фашистерді жою үшін майданға жіберетін менің ағайым да, апайым да жоқ. Сондықтан өзімді жіберіңіз деп өтінішін айтты. 1942 жылдың тамыз айында Қызыл армия қатарына алынды. Осылайша отанды артқа тастап, ерлермен қатарласып жаумен алысты. Әйелмін деп әлсіздік танытпады, жаспын деп соғыс жалын жатырқамады. Бар арманы қалайда жеңіске жету. 1943 жылдың 15 қазанында Псков облысының Невель қаласын босату үшін қантөгіс соғыс басталды. Сол күні Мәншүк пулеметімен дамылсыз оқ атып, ерен ерлік көрсетті. Жаудың Мәншүкке қарсы атқан оғы оның ажал оғы болып, өрімдей қыздың өмірін қиды. Зар заман төнгенде қараңғы тұсымен, күлкіні өшкенде бомбаның мысымен, бейбіт күн бейнетпен келгенін ұққанбыз Мәншүкпен Әлия Хиуаздың ісінен. Ғасырдан тұлғалық кезегін алғалы, батырлар іздерін қайсарлар жалғады. Ел үшін жас жаны өлімге атылар, Сәбира ләззатты жырлауға қақым бар. Кешегі қарулар, арулар ұстаған, еркіндік тәуелсіз күндерді нұсқаған, ал бүгін бойында намысы жайқалған қазақтың қыздарын мақтанып айталам.